Лисаков орталық кітапханасы сіздердің назарларыңызға ғасыр кітаптары, ғасырларға арналған кітаптар атты іс-шараны ұсынады. Бұл жолы қазақ әдебиетінің маржандары, қазақтың классик жазушылары Софы Саматаевтың Елімай трилогиясы, Қабдеш Жұмаділовтың Дарабоз диалогиясы және Сәбит Мұқановтың Ботагөз романы жайлы қысқаша танысатын боласыздар. Елімай Софы Қалыбекұлы Сматаев жазған роман-трилогия. Трилогияның бірінші кітабы «Алтын жұлдыз» журналында жариялана бастады. 1976 жылы жазушы баспасынан жеке кітап болып шығады. Екінші кітабы 1980 жылы жарияланды, ал үшінші кітабы 2003 жылы Қазығұрт баспасынан басып шығарылды. Романның көркемдік құрылымында хандар мен сұлтандардың, билер мен батырлардың қалың қатары көрініс береді. Халық, бұқара тіршілігі де кең орын алады. Тарихи дәуір, тарихи тұлғалар болмысы, халық өміріндегі трагедиялық әрі қаһармандық кезеңнің шындық оқиғалары пайымдалады. Трилогияда ел ұландарының отан үшін жүргізген ерлік ұрыстарының, халық қаһармандығының үлкен сурет жасалған. Жеке батырлардың тұлғалары да тарихи шындыққа сай дараланады. Жазушы бұл кітабында Ақтабан шұбырында Алқагүл Слама деп аталып кеткен ауыр тарихи кезеңді суреттей отырып, жоңғарларға қарсы күрестің бүкіл халықтық сипатын ашады. Сол күрестің қозғаушы күштерін шебер сипаттайды. Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қабдеш Жұмаділовтың Дарабоз атты көз томдық тарихи романында жоңғар қалмақтарына қарсы азаттық соғысының даңқты қолбасшысы Қаракерей Қабанбай батырдың өмірі мен жорық жылдары әңгіме болады. Романда 18 ғасырдағы Абылай ордасы мен оның ішкі сыртқы саясатына да кең орын берілген. Жазушы тек Қабанбай батыр өмірімен шектелмей, тарихта орны басқа батырлар мен билердің реалистік бейнесінде жасаған. Дарабоз диалогиясы тарихи шығарма. Дарабоз романында баяндалатын негізгі сюжет қазақ халқының азапты ғұмыры, таққа талас, қазақ-жоңғар, қазақ-ойрат арасындағы ұзақ уақытқа созылған қақтығыстар. Қабанбайдың азаттық жолындағы көзсіз ерлігі шынайы суреттеледі. Роман диалогияның бас кейіпкері Қабанбай, жоңғарға қарсы соғыстарда 40 жыл аттан түспеген атақты батыр, оқырман көзінде қалыптасқан кейіпкер. Сондықтан автор бас кейіпкердің бейнесіндегі белгілі сипаттарға қосымша және елеулі қасиеттер қосады. Солардың ең көрнектісі және татымы мықтысы Дарабоздың ұлттық идея бола білгендігі. Қазақтың көрнекті жазушысы Сәбит Мұқановтың Ботагөз романы қазақ еңбекшілерінің бостандық теңдік жолындағы күресін суреттеуге арналды. Ең алдымен ауылдағы тап тартысын және оның дами келе Ленин бастаған ұлы революцияға қалайласқандығын, марксизм-ленинизм оқу тұрғысынан суреттеген қазақ совет әдебиетіндегі бірінші көлемді еңбек. Ғасырлар бойы екі түрлі қанаудың тепкісінде болып, шыдамы таусылған кезде Россиядағы революция дүмпуімен көтеріліс жасаған қазақ халқы 1916 жылғы июнь жарлығымен байланысты қару алып күреске шығып, елдігі мен ерлігін көрсетті. Ботагөз романы Сахара өңіріндегі алапат саяси қозғалыс қарсаңындағы халық өмірін өркендетумен басталып, жалпы республика көлемінде кеңестер билігінің орнығу мерзімін баяндаумен аяқталады. Ботагөз Сәбит Мұқанов қана емес, 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің зор табысына кепіл. Құрметті оқырмандар, біздің кітапханада қазақтың көрнекті жазушылары Софы Саматаевтың Елімай, Қабдеш Жұмаділовтың Дарабоз және Сәбит Мұқановтың Ботагөз романдары бар. Бұлардан басқа да қазақ қаламгерлерінің шашасына шаң жұқпас інжу маржандары мол. Осындай өлмес мұрамызды кейінгі ұрпаққа жеткізу біздің міндетіміз. Келіңіздер, оқыңыздар.